Кіремеңіз. Ағайын, мұнда арамызда желтоқсаншы Батыр әпкеміз отыр, Қорабаева Қарлық әпкеміз. Ол кісі алаңға алып шыққан бұл кісілерді намыс, қазақылық, елдің тағдыры. Осы азаттықты алып бергендеріңізге рахмет. Мен өзім 90-шы жылы дүниеге келдім. Азаттықта дүниеге келдім. Ол сіздердің арқаларыңызда. Мен қазір өз тілімде еркін сайрап тұрмын. Ол да сіздердің арқаларыңызда. Міне көк байрағым бар төбемде, қасиетті. Бұның жығылмауы біздерге аманат. Ол аманатты біздерге жеткізіп бергендеріңізге көп алғыс айтамын. Әр қайсымыз аманатты жетер жеріне жеткізіп берсек, келешек ұрпаққа біз бір жеңілдікпен өзіміздің жатқан жерімізде жайлы болады деп ойлаймын. Сол үшін де біз аманатқа қашанда қиянат жасамайық, жетер жеріне жеткізіп беріп отырайық. Бізге осы тәуелсіздікті жеткізгендеріңізге мың алғыс. Қанша соққы көрсеңіздер де, таяқтың астында қалсаңыздар да, бойымай, сіздердің қол аяқтарыңыз шақса да, рухтарыңыз шағаған жоқ. Қазақтың намысы ешқашанда өлмейді. Біздің тәніміз өлгенмен ол әрқайсы ақыр заманға шейін өмір сүретін халықпыз. Ол намыс біздің бойымызда, біздің қанымызда. Тек тұрпақ тепкіленіп тұрады. Бүгінде өкінішке орай өз өкіметіміз біздерге залымдық жасап отыр. Саяси белсенділерді қудалап отыр. Сөз бостандығы жоқ, бас еркіндігі жоқ. Біздерге жастар жылы дейді. Жастарды қудалаған жыл болды. Биыл өкінішке орай жастарымызды қамай бастады. Бірнеше жастар қамалды мысалға. Менің өзім 3 рет сотталдым әпке. Бірақ ол ешқандай мақтан емес. Өкінем, керісінше өз қазағым, өз байрағымның астында, ел таңбамның астында отырып алып, біздерді қудалап отқанына өкінем. Сіздер бізді кешіріңіздер, біз азаттықта жүрсек те, өкінішке орай осылай берекеміз кетіп отыр. Өйткені биліктен арындары ашып кетті олардың. Қазанға қол сұғып отыр, қазақтың байлығына қол сұғып отыр. Байлықтың үстінде отырсақ та халықты жалаңаштап отыр олар. Бірақ біз бейбіт түрде халық болып, ата заңымызды пайдалана, өзіміздің ақылымызды пайдалана, бұл жүйені ауыстырмай қоймаймыз. Сізге сөз бергім келеді. Бұл аманат бізге жүктелді. Тәуелсіздікте туылған азамат ретінде міндетті түрде келешек ұрпағыма әділ жүйені қалдырып кетуге ант берем сіздерге. Аман болыңыз, көп жасаңыз әпке. Аман болыңыз. Рахмет за нашу свободу. Спасибо большое за свободу, за эту жизнь. Наша молодежь, просыпайтесь, не спите. Скоро вы с кулбуки темы с рабами. Так наши многие молодежь ходят в мечеть и говорят, патшадаларға там қарсы болмау керек. Это все неправда. 135-й аят, посмотрите, пожалуйста. Омар радиаллаху анхуды сен халифа патша боласың деген кезде Омар радиаллаху анху мен патша болмаймын деген. Сен болмасаң кім болады, сен әділсің, әділ батырсың деген кезде, ал мен қателессем қайтесің деген кезде. Қателесетін болсаңдар халық болып сені қолдаймыз, сені орныңа қоямыз, түзейміз дейді. Ал мен оңды солды кетіп қалсам қайтесің деген кезде, онда халық болып орныңа қоямыз дейді. Мына басшыға қарсы шықпаймыз, басшыға қарсы шықпаймыз деген нәрсенің бәрі ол жасандылық. Бұған тағы да, мысал біз өзімізді қазақ деп атаймыз, біз әрқайсымыз қазақпыз. Қазақ деген сөздің өзі қайсақ деген сөзден шыққан, яғни еркіндік, азаттық деген сөз. Біз қай уақытта қазақ атандық? 1455 жылдан бастап қазақ хандығы құрылғанда. Қазақ хандығы қалай құрылды? Керей мен Жәнібек патшаға қарсы шығып, бізге азаттықты алып берді. Содан бастап біз қазақпыз. Яғни біз өзге ұлтқа кетіп баратқан кезде, әділетсіз орнап атқан кезде, әділеттікті талап етіп, ұлттың болашағын ойлап, өз тәуелсіздігімізді өзімізге жұлып алдық. Яғни біз патшаға қарсы болып есептелмей ма? Олай қарамаңыздар сіздер, патшаға қарсы шықпа болды екен деп. Өтірі бар. Егер патшаң сенің залым болса, әділетсіз болса, оны орнынан алып тастау керек. Қазақылыққа салайықшы одан да мысалға. Қазыбек би бабамыз айтады, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген еліміз деп. Әрқашанда әділдікке қарайық, шындық шырайлы ғой. Мұхтар Әуезов бабамыз айтады, әділеттілік тілесе, атамның да айыбын айтам дейді. Сол үшін қашанда әділеттілік жоғары тұру керек. Мұхтар Шаханов атамыз айтады, мың намыссыз құлдығыра құлаған, қымбатмаған қасқайып кеп шындықты айтқан бір адам. Шындықты айтып жүрген белсенділерге құлақ асыңыздар. Олар елдің, жердің зар мұңын айтып жатыр. Олар еріккеннен шығып атқан жоқ. Келешекті ойлап шығып жатыр. Сол үшін де қоғамнан біз бөлініп кете алмаймыз. Бір байрақ бізге аманат, байрақтың жығылмауы бізге аманат. Сол үшін бізді шындық қана құтқарады. Шындық шырайлы, өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлгеніміз артық. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан!
микрофондарды Мына елеп ескеріп жатқандарыңызға рахмет. 86 жылы желтоқсанда көп жастарымыз көз алдымда көз жұмды. Аман қалдым. Ол да осы бүгінгі көретін күнім шығар. Рахмет сіздерге. 16 желтоқсан осы ұнамаған патшамыздың бәрін құлатамыз деп сенемін. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Біз жеңеміз! Біз жеңеміз!